Жүрек адам организміндегі ең маңызды мүшелердің бірі. Ол өмірдің соңына дейін тоқтаусыз соғып тұратын мотор сияқты. Оның 4 қызметі бар: жиырылғыштық, қозғалыштық, өткізгіштік және ең маңыздысы автоматизм. Жүректің өткізгіштік автоматизмдік қызметін біз электрокардиография аппаратында оқи аламыз, яғни түсіреміз, электрокардиограмманы аламыз қолымызға. Сол кезде бізде синустық түйін, синустық емес түйін деп біз қарайтын едік бірінші оқыған кезде алгоритм бойынша. Ол синустық түйін бізде ПТШ арқылы көрінеді. Егер де осы жерде бір қандай да патология жағдайлары болатын болса, дәрі-дәрмек жанама әсері болатын болса, ол зақымдалатын болса, бізде ПТШ-сі түсіп қалады. Ондай кезде бір синустық емес түйін деп айтамыз. Синустық емес ритм деп. Ол өзінен нервті импульсті өндіретін, как президент сияқты. Сосын ол өзінен өндіріп, атриовентикулярды түйінге береді. Яғни бұл жерде аяқшалар бар, мыналардың бәрі өткізгіш жолдары, бұлардың бәрі Бахман, Бенкема және Торрель деп айтылады. Содан кейін атриовентикуляр түйіннен соң гис будасына ол ары қарай аяқшаларға бөлінеді. Оның оң жақ аяқшалары және де сол жақ аяқшалары болады. Оның тармақтары пүркинет аяқшалары деп аталады. Енді оларды әрқайсысына тоқталып кететін болсақ, 3 автоматизм орталығы бар, яғни бұл бірінші түйін 1 минутта 60-80 рет электр импульсін өндіреді. Екіншісі, бұл атриовентикуларлы түйін 40-60 рет. Ары қарай ол гис будасына жалғасады. Үшінші бұл гис будасы және оның аяқшалары мен тармақтары, яғни айтқандай пүркинет аяқшалары. Ал егер атриовентикуларлы түйінде проблема болып, бір дәрі-дәрмек жанама әсер етуі мүмкін, немесе басқа да бір қандай да патологиялық жағдайлар есебінде болатын болса, онда бұл атриовентикуларлы түйін, яғни QRS комплекс қалады. Оның бәрін блокада деп айтады. Оның дәрежелері болады. Мен бәрін келесі сабақтарда түсіндіремін. Қазірше осы қызметін қараймыз. Одан соң гис будасының аяқшалары сол жақта және де оң жақта болады. Гис будасының аяқшалары сол жақта көбірек болады, өйткені бұл жақта аорта басталады, сол жақ қарыншаның қызметі үлкен, сондықтан бұл жақта көп иннервация жүріп отырады. Өткізгіш жолдарында барлығы дұрыс бола бермей, кейде патология жағдайлар кезінде пучок Джеймса және пучок Кента деген мына қызылмен белгіленген патологиялық түйіндер, яғни будалар пайда болады. Енді келесі бұл гипертрофия деп аталады. Бұл жүректің патология ауруларын біз ЭКГ-да көре аламыз. Гипертрофия дегеніміз бұл белгілі бір тіннің немесе мүшенің көлемінің ұлғаюы. Қалыптыда жүректің көлемі осындай. Егер ұлғаятын болса, гипертрофия сияқты мынау қуысының кеңеюі бойынша, мынау қабырғасы қалыңдауы бойынша гипертрофияланған. Бұл сол жақ қарынша гипертрофиясы. Өмірде жиі кездеседі. Спортшыларда болуы мүмкін, яғни спортшылар жаттыққан кезде бұлшықеттер үлкейген сияқты, жүректің де бұлшықеттері ұлғаяды, көп иннервацияны, нервті, қан айдауды талап ете бастайды. Патология жағдайлар кезінде ол аурулар салдарынан, мысалға артериялық гипертензия, давлениесі бар адамдарда сол жақ қарыншаның ұлғаюы, гипертрофиясы жиі байқалады. ЭКГ-да біз өткенде айттық, жүрекшеге ПТШ жауап береді деп айттық, ал QRS комплексіне бізде қарыншалар жауап береді. Ал ТТШ жүректің восстановление, яғни демалу уақытын білдіреді. Яғни, егер жүрекшеде патологиялық жағдайлар болатын болса, ПТШ-сінен өзгеріс көреміз. Яғни ПТШ-сінің гипертрофиясын мен қазір сіздерге көрсетемін. Ал қарыншалардың ұлғаюын біз QRS комплексінен көреміз. Оның бәрін қазір жеке қарастырамыз. Енді бізде нормада ПТШ-сі осылай көрінеді. Яғни мынау оң жақ жүрекшенікі, мынау сол жақ жүрекшенікі. Екеуі бір-бірінің деңгейі бірдей болып, осылай бір клетка деңгейінен аспауы керек. Егер оң жақ қарыншаның, оң жақ жүрекшенің үлкеюі, гипертрофиясы байқалса, ол сол жақ жүрекшені басып кетеді, үлкен ПТШ тәрізді тау сияқты көрінеді. Яғни мына суретте көрсетілгеніміздей, бұл П пульмонары деп аталады. Мына көппен белгіленген, мына үлкен тау тәрізді міне оң жақ жүрекшенің қабырғасының қалыңдап ұлғаюы, гипертрофиясы, жүрек оңға ығысып жатыр деген білдіреді. Енді мына жерге қарайтын болсақ, міне үлкен ПТШ-сі, QRS комплексін алдым, мына жерден байқаймыз, мына жерден және мынау. Осы 4 сурет 5-6 жерден де көріп тұрмыз ПТШ-сінің ұлғаюы, яғни гипертрофиясы. Бұл оң жақ жүрекшенікі. Егер сол жақ жүрекшенің гипертрофиясы байқалатын болса, міне сол жақ қабырғалар қалыңдаған, бұл жерде бұл П митрали деп аталады. Бұл жерде оң жақ жүрекше өзінің деңгейін ұстайды, қалыпта отырады, ал екінші жақтағы ПТШ-сі үлкен тау тәрізді болып көрінеді. Бұл өмірде дәл бұлай емес, бірақ кішкене бәрібір тау сияқты ол М тәрізді ПТШ-сі деп айтамын. Кішкентай и үлкенірек болып көрініп тұр. Және де біз әрқайсының уақытын айтқан болатынбыз. Қалыптыда бізде 0,8-ден 0,1-ге дейін еді. Мынау 0,11 мысалы ұлғайған.
ұлғайып мынау жерде уақыты да ұзарады. Осындай көріністер көрінеді экг-да. Енді қарыншалардың гипертрофияларын келетін болсақ, оң жақ қарыншаның гипертрофиясы бұл сирек кездеседі. Бұл көбінесе жүрек жеткіліксіздер кезінде. Мысалға, сол бірінші басталатын нәрсе көбінесе сол жақ қарыншаның гипертрофиясы. Мысалы, митральдік клапанның жеткіліксіздігі, стенозы болған кезде, немесе аорта қақпақшаларының стенозы, немесе аорта қақпақшаларының жеткіліксіздігі болған кездерінде бірінші сол жақ қарыншалардың гипертрофиясы, одан соң сол жақ жүрекшенің гипертрофиялары, өкпелік гипертензия қосылған кезде олардың асқынуы ретінде оң жақ қарыншаның гипертрофиясы, яғни дилатациялар байқалады. Сол кезде ғана үлкен қан айналым шеңберіндегі өзгерістер болып, жүрек жеткіліксіздігі кезінде осындай біз көріністерді көре аламыз. Бірақ бұлар сиректеу, бірақ сонда да біз оны білуіміз керек. Оң жақ қарыншаның гипертрофиясы біз өткенде айтқан тұғымыз. EOS-та үшінші қатардағы R үлкейіп кететін болса, жүрек демек оңға ағысып жатыр дедік. Демек, қараймыз, үшінші қатардағы R-дің деңгейі ұлғайған, 2-ге қарағанда, 1-ге қарағанда бұл жүрек оңға ағысып жатыр, гипертрофиялап оңға қарай жылжып жатыр жүрек. Сосын біз айттық, электродтар, кеуделік электродтар айтқан кезде V1-ден V6-ға дейін. V1 мен V2 көбінесе оң жақты қарайды, V5 пен V6 сол жақты қарайды деп айттық. Енді V1 мен V2-дегі R тішесінің үлкен болуы, Т тішесінің депрессиясы байқалуы бұл оң жақ қарыншаның гипертрофиясы. Қараймыз, V5 пен V6 нормада тұр, олар ұлғаймаған. Ал V1 мен V2-ні салыстырмалы түрде қарасақ, өте үлкен R тішесін байқаймыз. Бұл оң жаққа жақын болғандықтан бұл жерде осындай үлкен R тішелер байқалады. И Т тішесінің депрессиясы, яғни төмен қарай түсуі, яғни жүрек дұрыс демалмай, иннервацияны көп өндіріп жатыр деген білдіреді. Мысалы, қарайтын болсақ, қалай ол дұрыс демалып жатқан жоқ. Мысалы, мына 25-пен түсірілсе, 300-ге бөлеміз деп айттық, клеткалар саны. Бір клетка, екі клетка, 2,5 тіпті. Мақұл, 3 деп алайықшы жоқтап. Яғни 300-ді біз 3-ге бөлсек 100 рет тахикардия бар. Дұрыс демалмай, иннервацияны көп өндіріп жатыр. Оң жақ қарынша гипертрофиясы. Яғни біз 2,5-ға бөлетін болсақ, тіпті бұл жерде 120 шығады. Науқаста гипертрофия екендігін біле аламыз. Яғни тағы бір қайталаймыз. Үшінші қатарда R-дің үлкен болуы және V1 мен V2-дегі R тішесінің үлкен болуы және Т тішесінің депрессиясы. Ал өмірде жиі кездесетін бұл сол жақ қарыншаның гипертрофиясы. Жаңа айтқанымыздай, ең бірінші EOS-қа қараған кезде бірінші қатардағы R-дің үлкен болуы сол жаққа қарай ығысқандығын білдіреді. Яғни сол жақта гипертрофия болып, жүрек солға қарай ығысып жатыр. Ал бізде сол жақта V5 пен V6 қарайтын болғандықтан, V5 пен V6-дағы R тішесінің үлкен болуы және де Т тішесінің депрессиясын, ал V1-де осындай патологиялық Q тішесінің төмендеуін байқаймыз. Осының бәрі сол жақ қарыншаның гипертрофиясында. Бұл көбінесе артериялық гипертензиясы бар адамдарда, немесе аорта қақпақшасы жеткіліксіздіктер кезінде, стеноздары кезінде осындай патологиялық көріністер жиі кездеседі. Ал физиология жағдайда көбінесе спортшыларда спортпен айналысқан кезде осындай сол жақ қарыншаның гипертрофиясы жиі кездесіп жатады. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып, комментарийға өз ойыңызды білдіре кетуді ұмытпаңыз.